Қайырлы күн достар, менің есімім Мақбота. Қамыры жабыспайтын, салмасы өте дәмді шығатын манты дайындағыңыз келсе, менің каналыма жазылып, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз бірінші қамырын жасап аламыз. Қамырын жасау үшін бізге жылы су, тұз, кішкене сұйық май және жұмыртқа керек. Осылай жақсылап қамыр жасап аламыз. Пакеттің ішіне салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз демалғаннан кейін ғана барып кірісеміз. Біз сиыр етінен фарш дайындаймыз. Фаршты көп жағдайда үй жағдайында дайындаймыз. Өте дәмді, сенімдірек болып шығады. Фарш дайындаған кезде кішкене еттің майынан қоссаңыздар да болады, өте дәмді шығады. Салмасына осылай пияз қоссаңыздар болады, көбік турап аласыздар. Сонымен қатар картофель немесе осындай асқабақты квадратик қылып турасаңыздар болады. Алғашқы 2 табақ салмасына біз асқабақты қостық, кейіннен картопты квадраттап турап қосасыздар. Салмасын жасап біткеннен кейін келесі кезекте қамырымызға кірісеміз. Қамырымыз әбден иені қанып, өте жұмсақта, қатты жұмсақта емес, қатты да емес, орташа деңгейде шықты. Қамырымыздан осындай 3 бөлікте шығады, 3 күлше шықты. 3 күлшені осылай видеода көрсетілгендей домалақтап аласыздар. Сол кезде оқтаумен дөңгелек қып жайғанда өте ыңғайлы. Әдемілеп жайып алғаннан кейін осындай бөліктерге бөліп, квадратиктерді кесіп шығасыздар. Бірінші бізде салмасы асқабақ қосылған. Міндетті жерді тұз, қара бұрыш қоссаңыздар болады дәміне қарай. Мантаварканың листарына міндетті түрде сары май жағыңыз. Сол кезде мантыларыңыз жабыспай, өте дәмді, әдемі болып шығады. Және де мантаварканың листарына жабыспай түседі. Суымызды әбден қайнатып аламыз. Ішіне міндетті түрде тұз қосуды ұмытпаңыздар. 45 минут шамасында пісіреміз. 45 минуттың ішінде біздің мантыларымыз дайын болады. Біздің мантымыз дайын. Міндетті түрде мені каналыма жазылып, қоңырау шалуды басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған мен Мақбота. Сау болыңыздар.